Соғиғыш белгісі сәуір айы сіздер үшін жаңа есіктер, жаңа горизонттар уақыты. Сәуір айы сіздерге өте қолайлы кездер, себебі сіздер негізі өмірде экстравагант, жаңа идеяларды ұсынушы, бір космостық белгіге жатасыздар. Өз тәуелсіздігін жоғары бағалайтын, өмірді өзгертетін, жаңалыққа қарай, тек жаңаға қарай ұмтылатын белгінің қатарына жатасыздар. Әрине, егер сіздердің күндеріңіз соғиғышта болса, немесе мысалы бикеш белгісінде күніңіз болып, бірақ асцендентіңіз соғиғышта болса, немесе айыңыз соғиғышта, Плутоныңыз соғиғышта болса, маңызды бір ғаламшарларыңыз, онда бұл сіздерге қатысты. Ол үшін жеке консультация WhatsApp номер профильде тұр. Сіздерге мына 8 сәуірде болатын күннің тұтылуы және жаңа ай 3 және 9 сауларыңызды қамтиды. Бұл дегеніміз аға, апа, сіңлі, сіздің ең жақын адамдарыңыз, солармен қарым-қатынастар көбейеді, солармен бір бизнестер ашу, немесе солармен бір көп нәрселер талқылау, бір-біріңізбен көрісу, ел аралау, жақын қалаларға көшу, миграция, көлік тақырыптары, транспорт тақырыптары, қағаз істері, бухгалтерия, есеп-қисап, одан соң оқу, ел көру, жер көру, көп адамдармен араласу, телефондарыңыз толу, сондай бір тақырыптарды алдарыңызға қояды. Сол жерде жаңа бір есіктер ашу, жаңа бір іргетастар құлалады сіздерге. Онан соң екінші салаларыңызда уран ғаламшары сіздерге қай бір салада болмасын, қызмет көрсететін болсаңыздар, ақша табатын болсаңыздар, сол жерлерде өз бағаларыңызды түсірмеңіздер. Себебі сол жерде келетін бір сауда сататын болсаңыздар да бағасын төмендеп сатпаңыздар. Себебі сіздерге өте жағымды аспект Уран мен Юпитер тұр. Сол мына 2 сәуір, 17 сәуір аралығында өте сәтті кез. Сіз қандай сомамен болсын, өзіңіздің қойған сомаңыз өтеді. Сондықтан бұны түсірмеуіңізді. Бұл өзіңіздің бағаңызды да түсірмеуге жатады. Себебі 2 сала бұл өз-өзіңізді бағалау және сіздің жеке табыстарыңызға. Сол жерде Уран менен Юпитер өте сәтті үшбұрыш құрайды. Және бұл ұзаққа созылмайды. Мынау май айының 25-іне дейін келесі белгіге Юпитер ғаламшары егіздерге өткенге дейін сіздерге қазір 2 салаларыңызда тұр. Пайдаланып қалуларыңыз керек. Дәл осы кезеңде жаңа кәсіптеріңізді бастап, және жаңа бір жұмыстарға ауысып, немесе бастықтарыңыздың алдына барып, барлығы сәтті кезеңдер. Онан соң сіздер мына сот істері, өзге қалаларға көшу, көп қағаздар туралау, махаббатта үйлену немесе ажырасу, осындай бір құжаттар толтырады.